Амансыз ба, аяулы ноғайларым, ноғай тілді сүйген бәрі инсанлар, мен сізді хош көріп аламын, сингармонизм законы деген темада. Не зат екен бұл сингармонизм законы деген? Ноғай тілінде сөзлердің сеслері юмсақлығы яды қатылығыны бойынша ұсасып келеділер. Бір сөзде бәр созықларда болма ол юмсақ, яды болма болады қаты. Асыл ноғай сөзлерде. Мысалы, балаларға десек, балалар орамларда ойнайдылар да. Бұл қысқа емадалып қарайық. Балалар деген сөзде бәр созықларда қаты, орамларда, орамда бәр созықта қаты, ойнайдылар, онда да қаты. Тереклерде еміслер піседілер. Тереклерде бәр созықларда юмсақ, піседілер юмсақ, еміслер деген сөзде де бәрі созықларда юмсақ. Не көресіз бі, асыл ноғай сөзлерде сеслердің ұсасуы қайтып болады. Бір сөзде яда қаты созықлар, яда юмсақ созықлар боладылар. Ама ноғай тіліне кірген сөздер көп, басқа тілден, араб, фарси, орыс тілінен кірген сөздер көп. Сол сөздер өзікті олар бойсынмайдылар. Мысалы, орыс тілінен кірген бірнеше сөздерді алып қарайық. Машина, экскурсия, правление, фабрика. Бұл сөздер орыс тілінен кіргенлерді. Ол сөздер өзікті ішінде олардың юмсақ, ем қаты созықлар бар. Сол көреді олар бойсынмайдылар. Мысалы, қатебе деген сөзді алсақ да, ішінде а қаты, емен юмсақ. Еда алсақ, қалемпір деген сөз. Ерда мысалы айтайым да, қалемпірі қоқылған, бұршы тұзы татыған, ноғай шайым, сары шай деп біз ерлаймыз ерді. Емізікті қалемпір деген сөзді ол бізде араб тілінен кірген сөз болады. Солай оқ, егер юмсақ тамырға таған деген қосымша қосылса, ол сөздерді өзікті бойсынмайды. Глагол қосымшасы мұн, қаты глагол қосымшасы мұн юмсақ тамырға қосылса. Мысалы, юре таған, көре таған, сүйе таған, көлімсіре таған, сүйіне таған, әпере таған деген сөздерде сингармонизм законына бойсынмайды. Сіз білмей керек, сол сөздерді есіңізде сақлама керексіз. Сеслерінің ұсасуының бір кебі сингармонизм законы деп айтылады. Тағы да біз көп темаларды өттік, солардың ақында қысқаша айтпа сүйем. Сіз білмей керексіз, бізде түрлі сөйлем кесеклер бар. Ат, сыпат, наречие, глагол, ауыз, сондай басқа сөйлем кесеклер, оның бәрінде біз қысқаша өттік. Мен ойлаймын, бек қызықлы болғандар деп сізге. Емалар түзілісіне көре түрлі боладылар. Хабар, сорау, тауыслау, тура сөзлі ема болады. Тура сөзді білесіз, түрлі ерлеріне салынады емадың. Емадың бас ершен мүшелерін ақында біз айттық. Үндеу деген обращение. Емадың басында, ортасында, ызында келме болады да. Түрлі ерлерде емізікте үндеу ортасында кесе, екі ағынан да саламыз, запятойлар. Тағы да мен сізге санатлар, сыпатлар деген темады аңлаттым қысқаша. Мен ойлаймын, бәрі өткен біздің темаларымыз сізге ярағандыр, қызықлы болғандыр. Келекте де ясылар бар болса, сөйтіп өз ойларын айтпаға, әр заманда амал табылады, жол ашық. Ноғай тіліміз бірде мұтылмасын, ноғай тіл тек ноғайларға керек.